Өзіміздің Қазақстанда тұрғаннан кейін мемлекеттік тілді білуге міндеттіміз. Себебі біз мысалы ретінде Россияға баратын болсақ, міндетті түрде орысша сөйлесу керекпіз ғой. Лондонға барсақ, ағылшынша сөйлесу керекпіз. Себебі ол жерде қазақ тілімен сөйлейтін болсаң, сені ешкім танымайды да, түсінбейді да. Кристина қазіргі кезде қаламыздағы дәріханалардың бірінде фармацевт болып қызмет етеді. Катя қыз достарымен қатарластарының арасында сыйлы, жұмысында беделді. Қазақ тілінде еркін сөйлеуі бүгінде өз қажеттілігіне жарауда. Мен өзім дәріханада істеймін. Сондықтан кейбір адамдар келеді, орыс қыз тұрады. Сосын орыс қыз мысал ретінде қазақша түсінбейді. Келіп қазақша сөйлейді. Мен сол адамға көмектесем. Сол кезде менің қасымда жұмыс істейтін қызда рахметін айтады. Я осы келген ауру адам да маған рахметін көп айтады. Айтқандай, Кристина Виктор қызы қазақ тіліндегі басылымдарды да назардан тыс қалдырмайды. Газет беттерін парақтап оқып шығуды дағдыға айналдырған. Жалпы газеттерді оқимын. Оңтүстік Қазақстан, Егемен Қазақстан, Айғақ газетін анда-санда оқып тұрам. Және де үсті болса түрлі анау интернетте кейбір не болады ғой, жазулар қазақша. Солардың барлығын беймарал оқи берем.